Жүргізушісі жүретін көліктер, ақылды үйлер, әңгіме дүкен құратын ақылды чаттар, адамның ойын оқитын құрылғылар. Бұның бәрі ғылыми фантастикалық фильмнен немесе кітаптан алынған сөздер емес. Бұл дәл қазір біздің айналамызда болып жатқан құбылыстар. Жасанды интеллект күн сайын дамып, жетіліп жатыр. Тіпті ол кейбір жұмыстарды адамнан сапалы, жылдам әрі арзан жасайды. Бірақ таяқтың екінші басы бар. Біз неғұрлым оның көмегіне жүгінген сайын, ол соғұрлым біз туралы көп ақпарат біледі. Бүгін біз жасанды интеллект адамзатқа пайдалы ма, әлде қауіпті ма? Анықтап көреміз. Ең бірінші жасанды интеллекттің ғылыми анықтамасын беріп кетейік. Жасанды интеллект бұл адамның оқу және мәселелерді шешу қабілетін имитациялайтын компьютерлік жүйе. Көптеген адамдарда жасанды интеллект туралы ойлар роботтар мен компьютерлермен байланысты болады. Алайда жасанды интеллект тек болашақтың бейнесі ғана емес, сонымен қатар бүгінгі күннің шындығы болып табылады. Қазіргі таңда ол көптеген салаларда қолданыс тапты. Атап айтсақ, медицина, автономды автомобильдер, қаржы, білім беру, климат және қоршаған орта. Жасанды интеллекттің бірнеше түрі бар. Ең бірінші қарапайым жасанды интеллект. Ол алдын ала орнатылған нұсқалар бойынша жұмыс істейді. Егер жаңартылмаса, уақыт өте келе өзгермейді. Қарапайым жасанды интеллекттің мысалдары Siri, Alisa, Alexa сияқты дыбыс көмекшілер. Екінші ақылды жасанды интеллект. Ол адамға ұқсас функцияларды орындайды. Адамның қатысуын азайту немесе жою үшін адам тәрізді әрекеттерді имитациялау үшін жасалған. Ақылды жасанды интеллект негізінен денсаулық сақтау, спорт, ойын, өндіріс және қаржы секторында қолданылады. Үшінші супер жасанды интеллект. Адам деңгейіндегі интеллектке ие, тіпті одан да асып кетуі мүмкін. Мұндай озық алгоритмдер әзірге жобалау сатысында, бірақ болашақта олар барлық салада төңкеріс жасай алады. Супер жасанды интеллект әсіресе әскери, киберқауіпсіздік, астронавтика, атом энергетикасы, металлургия, робототехника, автономды көлік құралдары, виртуалды шындық және тағы да басқа салаларда пайдалы болады. Жасанды интеллекттің тағы да бір ғажайып өнімдерінің бірі ол ChatGPT. ChatGPT бұл 2022 жылдың қарашасында OpenAI зерттеу компаниясы ұсынған ақысыз нейрожеліге негізделген чатбот. Бұл мәтінді генерациялау тапсырмалар үшін қолданылатын GPT модельдер тобының бөлігі. ChatGPT өз жұмысында GPT-3.5 табиғи тілді өңдеу алгоритмін қолданады. Әртүрлі көздерден алынған көптеген мәтіндік деректерде оқытылған жасанды интеллект моделі. Қарапайым тілмен айтқанда, OpenAI чатботы адамның жазған мәтінге ұқсас мәтін жасай алады. Бұл әрине кең аудиторияның нейрондық желіге деген шынайы қызығушылығын тудырды. Чатботты сынаудың алғашқы айларында көптеген адамдар өлеңдер, эсселер, шағын әңгімелер, сондай-ақ бастапқы кодтың бөліктерін жасай алды. Бірақ жасанды интеллектке адамдар қызығушылықпен қоса қорқынышпен де қарайды. Жақын арада Илон Маск және осы саладағы алдыңғы зерттеушілер жасанды интеллектті дамытуды кемі жарты жылға тоқтату керек екендігін мәлімдеп дабыл қаққан болатын. Олардың айтуы бойынша жасанды интеллект жүйелері адамның дәрежесіне жетіп, тіпті адамның өзіне қауіп төндіруі мүмкін. Бұл тақырыпта көптеген ғылыми фантастикалық кітаптар, фильмдер түсірілген болатын. Дегенмен жасанды интеллектті дұрыс бағдарласа, адамдарға көптеген пайдасын тигізетіні анық. Сіздермен болған технологиялар әлемі. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.